Жолда жүйіткіп жүріп, жылдамдықты өлшейтін құрылғыларға бір емес, бірнеше рет түсіп қалатын қарақтар айыппұлын әлі де төлемей жүр. Ізіне түсіп, көзіне көрсетіп, темір тұлпарын тоғытпаса төлеу ойларында да жоқ. Оның төленуін бақылап жатқан жандардың да жаны қаншалықты ашуда. Өндіру бойынша да бір айдан кейін қараймын, 100% өндірілетін болсын. Өйткені қазір қаражат көп түсіп отырайды, оны қадағалап отқан адам аз сияқты мен әріптестерім ішінен. Өзім қараймын оны. Бірақ маған ақпарат бер, қазір қанша пайызға орындалды, қанша айыппұл салынды. Түсінікті ме? Ұйықтамау керек, ақпарат беру керек осындай. Ұсыныс беру керек. Сен жаңалық әкеледі деп қойдық қой сол басқармаға сізді. Жұмыс жасау керек. Ибраев түсінікті ғой? Жақсы, отырыңыз.